Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін 4-ші сыныптың математика сабағы бойынша 89-ші сабақ бір бағыттағы қалып қою қозғалысы деп аталады. Егер бұл каналға жаңадан көріп отырғандарыңыз болса, онда міндетті түрде подписаться батырмасын басып, тіркеліп алыңыздар. Ал бұрыннан тіркеліп жүргендеріңіз көмегі тиіп жатса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді бірінші есепте тайғақ жолдағы екі автокөліктің арасындағы қауіпсіздік қашықтығын мынандай ережемен есептейміз дейді. Яғни олардың жылдамдығын 2-ге көбейтеді екенбіз. Мысалы, машинаның жылдамдығы 50 км/сағат болса, онда оны 2-ге көбейтіп 100 метр ара қашықтықта келесі машинаменен араны сақтау керек дейді. Олай болса, 60 км/сағат, 40 км/сағат, 75 км/сағат автобус жүріп келе жатқан машиналардың арақашықтығы қандай болу керек деп сұрап тұр. Олай болса, жаңағы ережені пайдаланып, біз оларды 2-ге көбейтіп таба алады екенбіз. Яғни 120 метр, 80 метр және 150 метр арақашықтықты олар бір-бірінен сақтаулары қажет екен. Келесі есепте сызба беріліп тұр. Сызбада жылдамдықтар берілген екен және арақашықтық беріліп тұр. Осылар бойынша бір өрнектер жазылып тұр. Олар нені білдіреді дейді, және қандай формула қолданылып тұр дейді. Яғни 60 алу 10, 200 бөлу 50. 60 алу деген, 10 деген бұл жаңағы жақындасу жылдамдығын табу формуласы екен. Олай болса, V1-ден V2-ні аламыз. Ал 200-ді 50-ге бөлемін деп біз 4 сағат уақытты табады екенбіз. Яғни бұл артта келе жатқан машинаның алдыңғы машинаны қуып жетіп екеуінің кездесу уақытын білдіреді. Яғни Т тең болады, S бөлу V болады. Бұл канал сендерге балалар тиімді болып жатыр деп ойлаймын. Тек қана есептің шығарылуы ғана көрсетіліп тұрған жоқ. Міндетті түрде түсіндірме жұмысын жүргізіп отырмын. Сондықтан сіздерге ұнап жатса, достарыңмен де бөлісіп қоюларыңды сұраймын. Келесі үшінші есеп. Бір елді мекеннен бір уақытта және бір бағытта 75 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік және 50 км/сағат жылдамдықпен автобус жолға шықты дейді. 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады дейді, және кесте беріліп тұр. 1 сағат, 2 сағат, 3 сағаттық арасындағы екеуінің арақашықтығын толтыру деп, және сызбасы беріліп тұр екен. Енді кез келген мәтінді есептерді шығару үшін біз алдыменен олардың белгілеуін жазып аламыз да қажетті формуланы қарастырамыз. Яғни қашықтықты табу үшін біз жылдамдық пен уақытты көбейтеміз деп. Енді ең алдыменен екеуінің жүрген жолдарын тауып аламыз. 75 км, 50 км, оларды бір-бірінен азайту арқылы жақындасу қашықтығын білеміз, 25 км болады. 25-ті бұл 1 сағаттағы арақашықтық болады. 2-ге көбейтіп 50 км-ін және 3-ге көбейтіп 75 км деп әр сағаттағы қашықтықтарын біз есептедік. Келесі 4-ші есепте есеп бойынша сызбасы және оны шығар дейді. Бұнда да бір елді мекеннен бір бағытта 70 км/сағат жылдамдықпен жеңіл автокөлік, 90 км/сағат жылдамдықпен автобус жолға шығыпты. Неше сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады дейді. Бұл каналда енді 1-ші сыныптан бастап 9-ші сыныпқа дейінгі математика, физика пәндерінің тапсырмалары, тақырыптары көрсетілген. Сондықтан аға әпкелеріңмен де бөліссеңдер болады. Енді бұнда да ең алдымен белгілеуін енгіземіз. Яғни бізде екеуінің бірін-бірі қуып жету уақытын табу керек. Мына ұқсап міне сызбасын сызамыз, қажетті формуламызды жазамыз да екеуінің 1 сағатта жүрген жолдарын есептейміз. Яғни 70 км және 90 км болады. Олай берсе, олардың бір-біріне жақындасу арақашықтығы 20 км екен. Енді 60 км-ді біз 20-ға бөлсек 3 сағат шығады. Яғни 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы 60 км болады екен. 5-ші есепте шығармашылық жұмыс дейді. Сызба беріліп тұр. Осы сызбаға сәйкес есеп құрастыр және оны шығар дейді. Сызбаға қарайық, олда не беріліп тұр? Яғни бірінші жылдамдық 16 км/сағат, екінші жылдамдық 25 км/сағат беріліп тұр, және екеуінің бірін-бірі қуып жету немесе кездесу уақыты 4 сағат деп беріліп тұр. Яғни сұрақ болып тұрған бұл жерде бізде арақашықтық екен. Арақашықтықты табамыз. Енді бұл үшін бірінші есеп құрастыр дегендіктен бір елді мекеннен бір уақытта жылдамдығы 16 км/сағат велосипедшімен, жылдамдығы 25 км/сағат мотоциклші жолға шықты. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша болады деген есеп құрастыруға болады.
белгілеуін жазамыз, қажетті формуланы жазамыз да олардың жүрген жолдарын тауып, екеуінің жақындасу арақашықтығын табамыз да 9-ды 4-ке көбейтіп 36 километр, яғни 4 сағатта олар бір-бірінен 36 километр қашықтықта болатынын табамыз. Келесі есепте бір елді мекеннен бір уақытта бір бағытта жеңіл машина мен автобус жолға шықты дейді. Автобустың жылдамдығы 70 км сағат болса, жеңіл машина одан гөрі жылдамырақ жүрді дейді, және 3 сағаттан кейін автобустан 60 км-ге озып кетіпті. Жеңіл машинаның жылдамдығы қандай дейді. Сызбасында қарап қойыңыздар. Міне неменен табу керек, осында белгіленген екен. Енді бұл есепті шығарудың екі жолы бар екен. Бірінші тәсілінде біз бірінші алыстау жылдамдығын табамыз, яғни 63-ке бөлсек 20 болады. Және жеңіл машина жылдамдығын табу үшін осы 70-ке 20-ны қосып 90 км сағат деп шығара аламыз. Ал екінші жолында біз теңдеу құру арқылы шығара аламыз, яғни жеңіл машинаның жылдамдығынан автобусты азайтып, оны уақытқа көбейтіп, 60-қа теңестіру арқылы осы 90 км сағатты шығара алады екенбіз. Енді жетінші есеп, бұнда есепте дейді, яғни қосу, алу, көбейту және бөлу амалдарын орындау керек екен. Енді бұл амалдарды негізінен орындау үшін біз баған түрінде қосуды, алуды, көбейтуді және бөлуді орындай аламыз. Каналға подписать етіп алсаңыздар, онда күнделікті жаңа сабақты сіздер бірінші болып көретін боласыздар. Енді міне бірінші қосу амалын орындаған кезде артынан бастап әрбіреуін мүшелеп қосамыз. Оннан асып жатқан жағдайда оны ойдаға қоятынымызды білеміз. Алу, азайту амалында егер жетпей жатса, біз алдыңғы сандардан қарыс сұрап, сонымен толықтырып алып, азайту амалын орындаймыз. Көбейту, ол әрбір мүшені көбейту арқылы жүргізілсе, бөлу қай санға жетпей тұр, сол жерде нешеден беретінімізді беру арқылы жүргізіледі. Енді ойлан және жауап бер деген есеп екен, сен зерттеушісің дейді. Бұнда қорапта 4 көк және 4 жасыл текше жатыр. Қораптан қарамай 2 текше алынса, олардың түсі қандай болуы мүмкін? Алынған текшелердің арасында жоқ дегенде бір жасыл текше болу үшін неше текше алу керек дейді. Яғни ол алған екеуіміз не екеуі де көк болуы мүмкін, немесе екеуі де жасыл болуы мүмкін, немесе біреуі көк, біреуі жасыл болуы мүмкін екен. Ал енді біреуі міндетті түрде жасыл болуы үшін біз онда өзімізді ең жол болмайтын адам деп есептеп, алғанда ең бірінші 4-еуі де көк болды деп есептейміз де, сонда 5-шісі міндетті түрде ол жасыл болатынын білдіреді. Сондықтан ең кем дегенде 5-еуін алуымыз керек деп жазады екенбіз. Енді үй тапсырмасына берілген есепті де қарастырып өтейік. Бұнда елді мекендердің бірінен 2 автобус бір уақытта және бір бағытта жолға шығыпты. Бірінші автобустың жылдамдығы олардың 2 сағаттан кейінгі арақашықтығы 40 болатыны көрсетіліп тұр. Сонда екінші автобустың бізге жылдамдығын табу керек екен. Бұны да екі жолменен шығаруға болады екен. Біріншісі міне сіздерге теңдеу құру арқылы шығарылып тұр. Ал теңдеу құру арқылы шығарылып 85 км сағат есептелініп тұрса, екіншісінде алыстау жылдамдығын тауып, сондықтан шыққан санға жаңағы қосу арқылы тағы да 85 км сағат деп шығаруға болады.